топқа бөлініп алайық. Олай болса, қазір мен сіздерге мына топтың нелерін, суреттерін кеспе қағаздар арқылы жалғап қояйық. Алған кеспе қағаз бойынша өз топтарыңызға баруларыңызды сұраймын. Топтың алдында мына қима қағаздар бар. Осы қима қағаздарды мына менің үстіне жапсыра қойыңыздар. Ашып бірлесіп. Менің сурет екен. Олай болса, сіздер неше ай бар? Сабағымызда түрлендіруді үйренеміз. Ол үшін мына нені білуім керек деп ойлайсыңдар? Қол көтеріп жауап берейік, иә? Айлар білу керек, өте тамаша. Ол айда неше күн бар? Күн барсын өте тамаша. Ендеше, кәлебек жызықтарымызды, мына төбешіктеріміз біздің неше деген? Дұрыс айтасың, алдына ойып, дұрыс өте тамаша. Олай болса, қазір балдар, біз жаңа айттым күнтізбе қай айдың суреттейміз, дайындаймыз дедік. Қайшыншы ай? Санайық. Ол сонда қай күннен аяқталады екен? Санаймыз. Қаңтар, неше? 31. Сана. Олай болса, 31 нешесімен бітеді бала? 31-мен. Желтоқсан 31-мен бітеді. Бірінші ескеп қақпалар. Жұма. Олай болса, қазір мынаны белгілеген кезде жұмадан бастаймыз. Санады екен, тездетеміз. Апта күндері болып жүреді. Бірлесіп істейміз. Тамаша. Жақсы. Ондан балалар әр топта күзетейік. Өте тамаша келесі. Мына топ бітірді. Өте тамаша келе қойыңыз. Топ басшысы өздері шығарды. Өте тамаша келе қалыңыздар. Жақсы, болдыңыздар ма? Ақша ақтырашасы. Жақсы, болды, уақыт бітті. Кәнеге, мына топ тездеді, бірінші топ. Тездетеміз. Жақсы, сіз сөйлей беріңіз. 90. 31-мен аяқталады. Жұмадан бастап біз демалдық. Ол президент күні. 31-ен. Значит, жай? Бірлесіп қолын дұрыс айтасың. Жай болады. Жақсы. Олай болса, балар, мұны кәнеки, мұны білген жөн болар. Сен білесің бе? Жер ғаламшары бір жылда
күнді бір рет айналып шығады екен балалар. Сонымен қатар 4 жылда бір сол егер 20 жыл деп аталады, бір жыл деп аталады екен. Қандай жыл деп аталады асында? Яғни түн орта ол тәуліктің қай несі, уақыты кезеңі екінші кезең, дұрыс айтасыңдар. Олай болса, осы уақытта ендеше қазір мен сіздерге желтоқсанның жасайсыздар. Яғни мына тапсырмалар берем қазір. Осы тапсырманың ішінде мына соңғы жағында нелер бар. Тапсырманы орындаймыз. Оқаларымыз орындаймыз. Қазір мен сұрайын. Сендер тек қана маған санды несесіңдер? Көтересіңдер. Болды, көтересіңдер. Жауап береміз. Былай дейді. Екінші желтоқсан. Так. Іздеп кетті, біреулер жетті көтеріп жатыр еді. Жақсы. Тоғыз. Қай күні боран болды? Көтереміз тоқсанды. Боран болған күнді. Қай күн оқыңдар боран? Солай ма? Жақсы дұрыс. Жоқ, ойланамыз бала. Сана. Жақсы, ақылдасып жүрсің. Бастайық. Ал тыңдардар, ілесе алмай бастайық. 14 сағат 20 минутты көрсетіңдер. 14 сағат 20 минутты көрсетіңдер. Мына сонда 14-тен 6 сағат 15 минутты көрсетеміз. Өте тамаша. 8 көшіреміз. Ол қаманы тоқ көрсетпеді ғой. Білмеймін, алсаға жақсы, әрі қарай кеттік. 8 сағат 50 минутты көрсетеміз. Үшінші, төртінші топ тамаша орындады. Жақсы, әрі қарай келесі жаза қойыңыздар. 12-ден 5 кетті.
дәптерлеріңізді алмастырамыз. Алмастырды. Алмастыра қойды. Алмастырдыңдар ма? Енді қолдарды жайғанда шалыңдар. Тез. Алмастырдық па балалар? Бір-біріміздің көршілерімізді, бірімізді істейміз, таба қылаймыз. Кім айтады? Нам дейді. Нешеде басталады дейді? 17. 17:00. 17:00. 17:00 дегеніміз неше бала? 30 минуты қайда кетеді дейді? Қайда кетеді дейді? Оқты шеш? Я? Қайда кетеді дейді? Сауға кетеді дейді ма? Сөйтіп айтылған ба? Қайда кетеді деген? Қайда кетеді дейді? Жұмысқа? Оқыңдар. Қайда келу үшін мұнда? Сауын. Яғни неше минут ерте бару керек дейді? 15 минут. Сонда сауыншы үйден нешеде шығуы тиіс? 16:45. Ал көрейік. 16:45-ке 4:45 минут дұрыс айтасың. Ал 30 минут шегерейік. Сонда сауыншы нешеде өтпақ болу керек? 16 нешеде? 20-ма қараңдар. 16 нешеде? Жақсы. Неше бар? 31. Бәрін түсіндім абай дейтіндер болса, онда сағаттың мына үйінде тұрған көрсетесіңдер. Ал егер жоқ апай, мен әлі өзім түсінгенмен өзгеге түсіндіре алмай кеттім дейтіндер болса, мына сағат көрсетесің. Әрі қарай, ал егер апай әлі мен дұрыс түсінбеген, не себепті? Жақсы. Кім айтады? Не себепті сен осы сағатты таңдап тұрсың? Я. Мансұр айта ғой, не себепті? Кім айтады? Кім айтады? Мансұр айтпай ма? Ал іңкәр айта ғой. Сағаттың бейнесі көрсетті. Я, денәсін. Олай болса үйге балалар мынандай тапсырма беріп жіберейін.